Бізде бүгін Манас Ғани және Жұмабаев. бірген біліп тұрсенші. кім? Жалпы жігіттер, кинода күлдірттіңдер және жылаттыңдар. Жалпы өмірде осы тура сол кейіпкерге ұқсай ма өміріңіз? Менің кейіпкеріме өмірім ұқсамайды. Ешкімге ұқсамайсың, саған ешкім ұқсамайды. Мүлдем. Сіз ботаник болдыңыз, ә? Мен болмағамын. Негізінде Болмағамын. Бірақ та осы персонаж әйтеуір білім жағын беріп жатырға соған қуаныштымын. Әйтеуір осы кинода да білім жағын қуалауға көмектеседі деген ойдамын. Жастарға, жас буынға сабақ оқыңдар, керек болады ол нәрсе. Натуре керек болады. Кәм өзіңіздің кейіпкеріңізге ұқсап баратсыз ғой жаймен деп. Қолыңыз артқа кетіп, Ол шалдық уже. Мен өмірде не конфликтный адаммын ғой, негізі. Былай сол кинодағы нәрселер болды, но бірақ сюжеттегі нәрсе енді өмірімнен өткен емес. Соңында болған көрсетілген сюжет ол өмірде болған жағдай. Сол ситуацияны сұрастырып, іздестіріп жүріп тауып, соған байланыстырып түсірдік осы сыныптасты. Жалпы андай болды ма? Бір рөлді 10 шақты рет, 15 шақты рет түсіріп, қиналып кеткен бір сцена болды ма? Иә, бір 12 дубльге дейін, одан көп дубль прям болды, шаршатып сен. Төбелесетін жерлер ма? Төбелесетін кадрларда мен болмадым ғой. Сен телефон ұстап жүрдің ғой, да? Иә. Бірақ та ол өзінде де жалпы сериал түсіргенде де төбелес қиын болады еді, андай энергияң жұт тастайды, шықпай қалса жынданасың, уже настроең жоғалтып аласың. Каждый дубль сайын. Төбелес сахнасында мен болдым. Ол төбелес сахнасы жеке бір сахна деп алатын болсақ, 30 секундтық болса, кинотеатрда 30-40 болса, біз оны 12 сағат, 10 сағаттай түсірдік. Цитаталарыңыз бар ма? Ұстанатын цитата, ұстаным бір. Аз-аздан үздіксіз деген. Сізде? Ой. Жоқ, енді мен айтайды, ойбай, енді қасың астында жерде. Айтпай шалып кеттім. Сынбау керек, болды мен осы ойбай жүрем. Сынба дейм өзіме. Сынбаға моменттер болды. Жалпы сынбай, еңбектеніп, жігерленіп жүрген жігіттердің киноларына міндетті түрде келіп, қолдап кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз бізге өте маңызды. Кластастар қайда? Ғали